Міне гараж құлады уже. Су көшемен кетті, полный. Есік алдымен кетті. Қора біткен 0 болды міне. Мен көршім қорасы вообще 0 болды. Қорасын төбесінде малдар тұр. Енді Құдай сақтайды деп отыр. Көршіміз екеуміз қорам көршім міне. Көршімнен байланбай бас, менен байланбай бас, қыстай бағып. Ақыр соңында суға кетіріп жатық. Жаңа жерде 2 тай тұрған, ол екеуі суға кетіп қалды. Ол екеуі өліп қалды. 2 тай өлді. Анау тұрған Иванның капоты ғана көрінеді. Бұл жақта адамдар төбенің үстіне шығып кеткен. Жазық дала міне қарасай. Анау туалет. Ауылдан қаншама баған құлады. Трансформатор құлады. Ауылдың іші полностью су. Не акиматтан көмек жоқ бізге. Не честь деген жоқ вообще. Мана келді бір азғантай бір деңгейлерді адамдарды құтқарт әйел адамдарды. Қалғанын о жақта бір совет үйінің қасында төмпенің үстінде тұр. Қаншама машина тұр. Қаншама адам тұр. Адаммен бірге мал араласып тұр. Малға да жан керек бейшараларға. Жақтағы адамдар ол жандарын шүберекке тиіп тұр. Үш жерде короче адам тұр. Честь деген жоқ. Мана келет деген вертолет әлі жоқ. Есік алды болса мынау таза түсуге возможность жоқ. Енді мынау саман үй деп тұрық. Біз өзіміздің үйіміз саман үй. Саман үйдің уже ішіне полный суға толды. Енді көршіміз екеуміз қораның төбесінде тұрық. Құдай сақтар енді деп қора құласа, үй құласа көршіміз екеумізді суға кетеміз. Үйдің үстінде тұрық, міне үйдің үстінде, шатырдың үстінде тұрық міне. Енді осы суға кетіп құлайтын болса, көршіміз екеуміз суға кетеміз енді. Қора, кухня деген, гараж деген бәрі бітті міне уже. Ішінде қаншама зат бар, қаншама дүние бар. Машина анау, есік алдында бір машина бар. Ол да кетті суға. Мынадан не қайыр, не үміт үзестер. Мал біткен аңырап тұр міне. Кешеден бері ческе звондадық, жоғар жақты біліңдер, жігіттер айтыңдар. Жігіттер айтыңдар, жоғар жақтың қатты су болатын болса көшейік деп. Ешкім ешқандай жауап берген жоқ. Әкім ауылдың ішінде жүрді, не істейміз деп ауылдың тұрғындарынан сұрап. Жағдай осындай. Өмірі су баспайтын Қайыржан деген жігіттің үйі аралда қалды вообще. Үйдің сыртында қой тұр. Жатын бөлмегелерге үйдің ішіне қой кіргізгенбіз. Олар да өлген шығар. Енді үйдің ішіне кіретін возможностьымыз жоқ. Таза тоңғанымыздан үстімізге қалың киім киініп алдық. Қаншама киім ауыстырдық міне көршіміз екеуміз. Білмеймін енді қандай көмек болатын. Жаңа вертолет келеді деген енді малы құрсын деп отырық. Енді малдың орын толар, хотя адамы шығып кетейік деп. Өзіміз шығып кетпесек болмайды. Мана таңертең шықты деген вертолет әлі жоқ, білмеймін. Қай уақытта келетін вертолеттің қаншама баған құлатын жерде трансформатор бар тұғын, ол құлады. Трансформатордың қасында бағаның өзі қисайып қалды. Көршімнің малы міне. Көмірдің үстінде тұр, азғантай көмірдің үстінде. Көмір бітсе келсін, олар да кетеді. Қызыл Жұлдыз ауылының жағдай осы, қиындау. Не связь жоқ ауылда. Әйтеуір соткөге түсіріп қойып жатық, тірі болсақ ютубқа саламыз деп. Басқа вариант жоқ. Бізге ешқандай көмек жоқ. Мана честің бір 3 машинасы келді. Түнде өзіміздің құтқарып алып шыққан әйелдерді, бала шағаларды, соларды алып кетті. Ауылға 1-2 рет келді бет. Бұл жерден өтіп ет 1-2 рет. Ода моторлы қайықтар сынып, өздері жалдап зорға шықты ма, білмеймін, бірдеңе болып, өздері зорға кетті. Зорға деп шықты да содан келмей қалды. Мынаның үстінде қаншама әйел тұр, бала шаға тұр, түнде шыға алмай қалған балалар, әйелдер. Анау жақта ненің үстінде тұр, қаншама әйел бала шағалар. Мектебіміз міне, мектебіміздің ортан белінен келді су.
Мектептің тура алдына сең жиналып жатыр уже. Қарасай, мына көршімнің үйінің маңайы сең жиналып қалды, толып. Таға толған су болып кетті жігіттер. Осылай болды. Біз көмек сұраймыз. Көмек көрсетеді.